Ал егер динозаврлар жойылып кетпегенде не болар еді? Қарапайым сияқты көрінетін бұл сұрақ кез келген палеонтологтар жиналысында нағыз хаос пен төбелес тудыруы мүмкін. Өйткені интуитивті түрде онда адамдар да, ақылды унитаздар да, үлкен кеуделі аниме қыздары да болмас еді. Тек динозаврлар болып, олар тіпті сана бастамасына дейін эволюциялануы мүмкін еді деп айтқым келеді. Бірақ бұған келіспейтін ғалымдар да бар. Олар адамдардың пайда болу процесі динозаврларға онша тәуелді болмаған деп санайды. Ондай жағдайда бізді юра дәуірі сияқты әлем және динозаврлармен қатар өмір сүру күтіп тұрар еді. Лайк басуды ұмытпаңыздар және ыңғайланып отырыңыздар. Сіздерді динозавр академиктер, динозавр адамдар және диплодоктарға мінген римдіктер күтіп тұр. Ең ыңғайлысы, әр сұрақты жеке-жеке қарастыру. Біріншісі, адамдардың өмір сүруі. Кез келген оқулықта 66 миллион жыл бұрын астероид құлап, динозаврларды жойып, сүтқоректілерге жол ашқаны жазылған. Демек, бізге де. Сондықтан динозаврлар мен адамдар бірге өмір сүре алмайды деген ой пайда болады. Мысалы, осылай деп, БГ кеңесшісі әрі әлемдегі ең беделді палеонтологтардың бірі Стивен Брусатти санайды. Оның ойынша приматтар мен адамның пайда болуына келген тізбек дәл сол астероид құлаған күні басталған. Егер жойылу болмаса, сүтқоректілер динозаврлар дәуіріндегідей ұсақ, оқшау тышқан күйінде қалар еді. Бірақ бұл пікірдің қарсыластары да бар. Олар сүтқоректілер динозаврлармен қатар өмір сүргенін айтады. Тель-Авив университетінен Рой Маур сүтқоректілер класы 160 миллион жыл бұрын пайда болғанын еске салады. Кей деректер бойынша алғашқы сүтқоректі Марганукадон 205, тіпті 225 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Тағы маңыздысы, біздің арғы атамыз саналатын ең көне примат Пургаториуста динозаврлар дәуірінде өмір сүрген. Иә, ол тиіндей ғана болған, бірақ динозаврлар да бірден алып тирекстерден басталмаған. Осыдан маңызды қорытынды шығады. Динозаврлар жойылмаса да, ұсақ сүтқоректілер бәрібір өмір сүріп, дами берер еді. Бірақ үлкен сүтқоректілердің пайда болуына динозаврлар жол бермес еді. Мамонттар, пілдер, мүйізтұмсықтар, жирафтар және мүмкін жылқылар да пайда болмас еді, оларды жай ғана жойып жіберер еді. Бірақ мәселе мынада, адам мамонттан шыққан жоқ. Адам өмір сүрудің шекарасында тұрған түр. Біз, динозаврлар жойып жіберетіндей тым үлкен емеспіз, бірақ тышқандар сияқты толық қауіпсіз де емеспіз. Сондықтан пікірталас жалғасады. Кей ғалымдар адамның пайда болуын мүмкін емес деп санайды, себебі түнгі өмір салты маңызды рөл атқарған. Рой Маур 2415 сүтқоректіні зерттеп, күндіз белсенді түрлер динозаврлар жойылғаннан кейін ғана пайда болғанын анықтаған. Бұрын күндіз далаға шығу қауіпті болған. Сүтқоректілер тараған сияқты өмір сүрген, жарықта бірден өлім күткен. Қазіргі тарақандар үшін қауіп адам болса, бұрынғы сүтқоректілер үшін динозаврлар болған. Бүгінгі күнге дейін бұл заңдылық сақталған. Мысықтарымыз әлі де түнгі жануарлар. Ал толық күндізгі алғашқы топ приматтар. Скептиктер осыдан қорытынды жасайды. Динозаврлар тірі болса, ешкім күндізгі өмірге көшпес еді, демек адамдар да пайда болмас еді. Бірақ қарсы пікір де бар. 2023 жылы Current Biology журналында шыққан зерттеу бойынша қазіргі қояндар, иттер, көртышқандар және приматтардың ата-бабалары динозаврлар дәуірінде ақ бөлініп шыққан. Яғни эволюцияны тоқтату мүмкін болмаған. Homo sapiens пайда болу таймері сол кезде ақ іске қосылған. Тағы бір маңызды дәлел, динозаврлар жойылғаннан кейін де өмір қауіпсіз болмаған. 3 метрлік қылыш тісті жолбарыстар, 6 метрлік алып жалқауаңдар, 1 тоннадан асатын диадондар болған. Яғни қауіп одан да үлкен болған. Бірақ соған қарамастан приматтар дамыды. Сондықтан кей ғалымдар адам пайда болуы динозаврларға қатты байланысты емес дейді. Дегенмен динозаврлардың жойылуы бұл процесті жылдамдатқаны анық. Екінші сұрақ, динозаврлардың өзі ақылды бола алар ма еді? Мысалы, траудондар миы үлкен, топпен аң аулаған, 2 аяқпен жүрген жыртқыштар. Кей теорияларда олар құрал қолданған деп айтылады. Ғалым Дейл Расселдің пікірінше, олар адамның деңгейіне жақын интеллектке жетуі мүмкін еді. Қазіргі ғылым жануарлардың ақылын жоғары бағалайды, пілдер мен дельфиндерде өзін-өзі тану бар. Сондықтан динозаврлар да ақымақ болмаған, олардың эволюция мүмкіндігі болған. Егер ақылды динозаврлар мен адамдар қатар дамыса, кім жеңер еді?
Көпшілік приматтарға ставка қояды. Себебі адам өте бейімделгіш жыртқыш. Тарихта адамдар мамонттарды, жыртқыштарды, бизондарды жойып жіберген. Сондықтан динозаврлардың адамдарға қарсы шансы аз болар еді. Қорытынды. Егер астероид жерге тимегенде үлкен сүтқоректілер болмас еді. Кішкентайлары бәрібір өмір сүрер еді. Ал адамның пайда болуы үлкен сұрақ белгісі. Бірақ бір нәрсе анық. Егер мүмкіндік болса, адамдар бәрібір планетаны өзіне алар еді.